Конор Макгрегордың спорттық өмірбаяны бір фразамен сипатталған: тіккеннен жұлдыздарға. Тарихта алғаш рет Ultimate Fighting Championship UFC екі салмақ дәрежесі бойынша марапат белбеуінің иегері, моральдық пен қаржылық қолдау көрсететін достар мен туыстары болмаса, мұндай керемет жетістікке жете алмас еді. Боксшының жанкүйерлері танымалдылық спортшыға нон-стоп, яғни тоқтаусыз режимде төбелесуге мүмкіндік беретін қыңыр Ирланд мінезінің арқасында келді деп сенеді. Конор Энтони Макгрегор 1988 жылы 14 шілдеде Ирландияның Дублин қаласында дүниеге келіп, Крамлин ауданында тұрған. Крамлинде негізінен жұмысшы табының өкілдері тұрады. Бұл жерде өнеркәсіп жақсы дамыған, ойын-сауық көптеген қалалардағыдай пабтар мен футболға түседі. Ал жергілікті тұрғындар аман қалу үшін сіз жақсы төбелесуді немесе жақсы футболшы болуыңыз керек деп те әзілдейді. Бала кезінен бастап спортқа қызығушылық танытып, алдымен футбол ойнады. Жігіт Манчестер Юнайтед футбол клубының жанкүйері болған және өзі Лютер Селтик клубында ойнаған. Ол ирланд тілінде сабақ беретін мектепке барып, қалған бос уақытын көшелерде достармен күн сайын кешке дейін доп қуып жүріп өткізді. Макгрегор сыныптастары арасында ең қысқа және ең әлсізі болды. Сондықтан ол жиі төбелесудің басты кейіпкеріне айналып, үйге көгеріп келетін. Бір кезде Конор мектепте оқитын қызбен бірдеңе бөліспей, оны ұрып жіберді. Осыдан кейін үйге қайтар жолда 10 жігіт оған шабуыл жасап, оны ұрып тастады. Осы сәттен кейін ол қалай болса да азғантай болсын, қарсы тұру үшін әрқашан рюкзагында гантельді ұстап жүрді. Оның көршілерінің бірі оның бала кезінен бастап өз мінезімен батыл бола бастағанын және жиі қиындыққа тап болғанын еске алады. Әдепсіздігі мен өзіне деген сенімділігі оған әке тегінен қалған. Макгрегордың атасы Кристофер әуесқойлық спортта айтарлықтай жетістіктерге жеткен боксшы болған. Ол Конор өте жас кезінде қайтыс болды. Содан бері файтердің спорт сөмкесінде әрқашан атасының ескі қалпағы мен Кристофер өзінің барлық медальдары мен кубоктармен жарқыраған қара ақ суреті болды. Макгрегор балалық шағы Дублинде өтті. Ал 2006 жылы отбасы Луканға көшті. Конор өзінің мансабында кез келген жаста анасы үлкен рөл атқарғанын айтты. Ол Макгрегордың жаттықтырушысы мен ұлын қиын кездерде жекпе-жектен бас тартпауға сендіруге келіскен. Анасы әлі күнге дейін Конордың жекпе-жектеріне жиі қатысып, оны барлық талпыныстарында қолдайды. Макгрегор кәсіпқой боксшының мансабы туралы әлі ойланбаған кезде де жекпе-жек оның өмірінің бір бөлігі болды. Чемпионның алғашқы кәсіби жаттықтырушысы Джон Каван болды. Оның жетекшілігімен 10 жыл бойы жас спортшының сабақтары өтті. Джоннан оның оқушысы қалай осындай жетістікке жеткенін сұрағанда, ол жай ғана: сіз Конордың деңгейіне бірден жете алмайсыз. Ол 10 жыл бойы менімен күнде болды. Күн сайын жаттығу залында уақытын өткізіп, осы мақсатқа өз өмірін берді. Джон оған ұлы адамдар жеңілуден қорықпайды. Олар тек тұрып, әрі қарай жаттығуды барады деп үйретті. Бойы 175 сантиметр, салмағы 66 келі болған кезде боксшы ММА-дағы спорттық мансабын жеңіл салмақта бастады. 2007 жыл. Конор ол кезде 19 жаста болатын. Ring of Trust 6 турнирінде өткен алғашқы маңызды жекпе-жекте Конор Сиаран Кэмпбеллді алғашқы 5 минутта нокаутқа түсіріп, жеңімпаз атанды. Бір жылдан кейін Cage of Trust турнирінде жас спортшы Гарри Морристі, Cage Rage чемпионатында Мо Тейлорды жеңді. Пэдди Дуэрти мен Майк Вудты да таза нокаутпен жеңді. Конордың алғашқы жекпе-жектерінің арасында жеңісті жекпе-жектері де, жеңілген кездесулері де болды. 2008 жылы Макгрегорды литвалық спортшы Артемий Ситенков, 1-2 жылдан кейін отандасы Джозеф Даффи жеңді. Ирландиялық үшін сол кездегі басты мәселе техникасы емес, қаржылық қиындықтар болды. Бір кездері Конор спортты артқы жағына қоюды шешіп, әкесі сияқты сантехник болып жұмыс істеді. Алайда 2009 жылғы UFC турнирін көргеннен кейін қайтадан жаттығуға кірісті. 2012 жылы Макгрегордың статистикасы 10 жеңіс пен 2 жеңіліс болды. Спортшы жартылай жеңіл салмаққа ауысуды ұйғарып,
бар болғаны 2 жекпе-жекте Cage Warriors турнирінің көшбасшысы болды. Осыдан кейін ол жеңіл салмақ дәрежесіне оралып, Иван Бучингердің чемпион атағын алды. Осылай бірден 2 салмақ бойынша чемпион атанды. Қатарынан 2 чемпион атағын жеңіп алғаннан кейін, UFC басшылары спортшының жетістігіне тәнті болып, оған кәсіби келісім шартты ұсынды. Конор Макгрегор ұйымындағы алғашқы жекпе-жегін 2013 жылдың көктемінде америкалық спортшы Маркус Примейджді нәтижелі жеңген болатын. Кейіннен файтер өзінің жарқын жеңістерімен ғана емес, сонымен қатар қарсыластарына намысқа тиетін істермен де есте қалды. Келесі қарсылас Макс Холлоуэй болды. Оны да Конор жеңді. Алайда осы жекпе-жек кезінде ол жарақат алды. Сондықтан дәрігерлер оған 10 ай бойы шайқастарға қатысуға тыйым салды. Белсенді мансабына оралған спортшы өзінің туған жері Дублинде UFC Fight Night 46 турнирінде өнер көрсетті. Бірінші раундта мерзімінен бұрын Диего Брандонды техникалық нокаутпен жеңді. 2014 жылдың қыркүйегінде Конор Дастин Пориеге қарсы жекпе-жекті керемет нокаутпен аяқтағанда көрермендер қошемет көрсетті. Макгрегор үшін бұл UFC-дегі 4-ші жекпе-жек қана болды. Осы уақытқа дейін ирландиялық қарсыластарын мазақтаған агрессивті жаңа ойыншы ғана болды. Ал бұл жеңіс оған өзін шын мәнінде көрсетуге мүмкіндік берді. Хосе Алдумен кездесу 2015 жылдың желтоқсан айында өтті және қызықты оқиға болу керек еді. Алайда бірінші раундтың 13 секундында Конор қарсыласының жағына соққы тигізіп чемпион атағын жеңіп алды. Файтердің әріптесі Йоэл Ромеро Макгрегорды ғажайып жігіт деп атап, Конордың арқасында жекпе-жек бұдан да қарқынды дами бастағанын, UFC-де гонорардың барысы жоғарылағанын айтты. Макгрегордың өзін тарихтағы ең мықты файтерлердің бірі деп ашық айтты. Макгрегордың сол кездегі мансабының шыны оның 2014 жылғы ең үздік боксшының танылуы болды. Нейт Диас 2016 жылдың ақпанында UFC жекпе-жегінде ирландиялыққа алғашқы жеңіліс алып келді. Кейіннен ол Нейт Диаздан кек алып, түннің үздік жекпе-жегі аталымы үшін $3 миллион тапты. Ал 2016 жылдың күзінде Конор жеңіл салмақта UFC чемпионы атағын алды. Дәл осы кезде атақты ресейлік файтер Хабиб Нурмагомедов Макгрегормен кездесуге құштарлық туралы айта бастады. Макгрегор көптен бері оның ресейлік Хабиб Нурмагомедовпен жекпе-жегіне жұртшылықтың қызығушылығын арттырды. Ирландиялық агрессивті түрде дағыстандықты жекпе-жекке шақырды. Содан кейін кері шегініп, Нурмагомедов онымен кездесуге деңгейі әлі де жетпегенін айтты. 2018 жылдың 5 сәуірінде Макгрегор Хабибтің командасының автобусына шабуыл жасады. Ешкім зардап шекпеді, бірақ Конор түрмеден әрең дегенде құтылды. Сол жылдың тамыз айында Макгрегор мен Нурмагомедовтың рингте көптен күткен кездесуінің күні белгілі болды. 2018 жылдың 6 қазаны. Конор мен Хабиб арасындағы қазан айындағы жекпе-жек неғұрлым жақын болса, жекпе-жекшілер бір-біріне соғұрлым көп қорлайтын болды. Туыстары, басқа спортшылар, тіпті мемлекеттік қызметкерлер де қатысты. Жекпе-жек алдындағы баспасөз мәслихатында тараптар тағы да балағат сөздер айтқан. Ұйымдастырушылар қауіпсіздік мақсатында жанкүйерлерді кіргізбеді. Рингте кездескен жауынгерлер қол алысқан жоқ. Дұшпандық атмосферасы комментатор Джо Роганның әзілдерімен де сейілмеді. 4-ші раундта Хабиб Макгрегорды нокдаунға түсіріп тұншықтырды. Ирландиялық берілді. Конордың командасындағы ММА файтері Дилан Данис төбелес шығарды. Алдымен Хабиб залға секіріп түсті. Содан кейін Нурмагомедовтың командасының мүшелері Макгрегорға шабуыл жасады. Нәтижесінде 3 ресейлік полиция бөліміне жеткізілді. Кейін Макгрегор Твиттерде реванш іздеп жүргенін жазды. Хабиб чемпион атағын қорғады, бірақ олар ресейліктердің әдепсіз әрекетін алға тартып, оған белбеуді салтанатты түрде тапсырудан бас тартты. Хабибтің айтуынша, жекпе-жекке дайындық пен жарнамалық науқан барысында Конор мен оның командасы Нурмагомедовке, дінге және оның отбасы мүшелеріне бірнеше рет балағат сөздер айтқан. 2019 жылы Макгрегор октагонға кірмеді. Хабибтен жеңілгеннен кейін оның формасын қалпына келтіру үшін 15 ай қажет болды. Тіпті
Бұл жекпе-жек Конор үшін соңғы болады деген қауесет тарады. Бірақ файтер басқаша шешті. Осы уақыт ішінде ирландиялық Ресейде болып, Вечерний Ургант бағдарламасының қонағы болды. Оның қатысуымен шығарылым 1 жылдағы көру саны бойынша 2-ші орынға ие болды. Сапар барысында Макгрегор ұсынылған арақты жоғары бағалап, Ресей әнұранына жаттығу өткізіп, Евро 2020-дағы ресейлік футболшыларға қолдау көрсетуге уәде берді. Макгрегор келесі жекпе-жегін 2020 жылдың қаңтарында өткізді. Ол америкалық Дональд Ковбой Серонеге қарсы шығып, жеңіске жетті және жекпе-жек 1 минутқа жетпей аяқталды. Макгрегор мықты қарсыласын бірнеше соққымен құлатқанда, көрермендер өз көздеріне сенбеді. Дональдқа қатысты ирландиялық күтпеген жерден әдептілік танытты. Көзқарас шайқасында қолын беріп, ал жеңістен кейін ол ең алдымен жеңілген Серонені құшақтап жұбатты. Кейін UFC жанкүйерлері жекпе-жектің ұйымдастырылғанымен келіскен. Осылайша басшылық Конорды керемет қайтаруды ұйымдастырған. Бұл пікірге файтердің әріптестері, атап айтқанда Нейт Диас қосылды. Зейнетке шыққаны туралы бірнеше рет мәлімдеме жасағанына қарамастан, Макгрегор әлі де UFC қатарында. Ирландиялық 2021 жылдың басында Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен UFC 257 турнирінде Дастин Порьемен қайта кездесті. Екінші раундта америкалық Конорды техникалық нокаутпен жеңген тарихтағы алғашқы файтер атанды. ММА бойынша 2021 жылдың жазының басты турнирі 11 шілдеде өтті. Конор UFC 264 турнирінде Лас-Вегастағы T-Mobile аренасында Дастин Порьемен 3-ші рет кездесті. Бірінші раундта ирландиялық өзінің жеңіске деген көзқарасының маңыздылығын дәлелдеді. Тіпті тұншықтыруға тырысты. Бірақ Порье өз позицияларынан бас тартпады және қысым дәрежесі бойынша Конордан кем түспеді. Раундтың соңына қарай Макгрегор сол жақ соққы кезінде кенет құлап қалды. Аяғы біртүрлі бұрышқа бұрылды. Ирландиялық бұдан былай төбелесе алмады. Үзілісте дәрігердің шешімімен жекпе-жек тоқтатылды. Порье техникалық нокаутпен жеңіске жетті, ал Конор аяғы сынған күйде залдан шығып кетті. Жекпе-жек нәтижесі жауынгердің денсаулығына ғана емес, оның өзіне деген сеніміне де әсер етті. Жарақат алғаннан кейін 1 жылдан кейін Конор жанкүйерлердің үлкен спортқа оралу туралы ойымен қуантты. Файтер ізбасарларына өзінің жақсырақ және күшті болатынына уәде берді. Жанкүйерлер бұл жаңалықты қуанышпен қарсы алды. Бокспен айналысу туралы шешім ирландиялыққа 2016 жылы келген. Макгрегордың қарсыласы жартылай орта салмақ дәрежесінде көптеген титулдардың иегері Флойд Майвезер болды. 2017 жылдың 26 тамызында Лас-Вегаста өтетін Майвезермен жекпе-жек жылдың басты оқиғасына айналды. Бірін-бірі балағаттап, бірін-бірі сындыруға уәде берген баспасөз мәслихаттары жұртшылықтың қызығушылығын арттырды. Ирландиялық кәдімгідей ұялмай, журналистермен әр кездесуде 2-ші раундта 40 жастағы Майвезерді жеңуге уәде берді. Алайда Конордың шоумен таланты бокстан да жоғары деңгейде болып шықты. 10-ші раундта Майвезер қарсыласы Макгрегорды нокаутқа түсіріп, жекпе-жекте жеңіске жетті. Майвезер жекпе-жектен кейін көп ұзамай мансабын аяқтайтынын мәлімдеді. Боксшы кездесу қарсаңында қолын жарақаттап алғанда мойындады. Конордың банктік шоты рингтегі табыстан басқа Bud Light, Reebok және Monster Energy компаниялармен жасалған келісім шарттардан толықтырылды. Конор өмірде әр нәрсенің бағасы бар. Ертең жағажайда демалу үшін бүгін төбелеске қатысамын деген. 2018 жылы Макгрегор Эри Борн Спирит отбасылық спирт зауытында өндірілген Proper 12 Ирланд вискиін ұсынды. Түскен қаражаттың бір бөлігі, яғни бір бөтелкенің $5 қайырымдылыққа аударылды. Спортшы сусын сатылатын аймақтардағы құтқару қызметінің бөлімшелеріне қолдау көрсеткісі келетінін айтты. Daily Star басылымының мәліметінше, Конордың 2021 жылғы байлығы $252 миллион бағаланған. Айтпақшы, ол спорт әлемінің ең көп жалақы алатын өкілдерінің рейтингінде көш бастады. Содан кейін Лионель Месси мен Криштиану Роналду 2-ші және 3-ші қатарға шықты. Бір қызығы файтер Рональдомен 2016 жылы сөйлесіп, оны осы тізімде басып озуға уәде берген. Конор
тек жеңістермен ғана емес, әйелдерді тәнті қылдырып, ерлердің қызғанышын тудыратын әсерлі келбетімен де танымал болды. Октагоннан тыс, қатыгез спортшы талғампаз костюмдерді ұнатады және үнемі жаңа шаш үлгілерімен жанкүйерлер алдында шығады. Көрнекті сақал Макгрегор стилінің басты белгісі болды. Оның айтуынша, бетіндегі тыртық пен тері ақауларын жасыру үшін оны өсіруді шешкен. Конор октагонға промоутер Винс Макмахон ойлап тапқан қолтаңбамен кіреді. Арқасы түзу, қолдары бос, мұрны жоғары. Спортшының бұл қулығын жамандаушылар мазақ етеді. Бірақ оның Пол Погба сияқты еліктеушілері де бар. Конор Макгрегордың жеке өмірі рингте болған оқиғадан айырмашылығы тыныш. Махаббат хикаясы 2007 жылы Ирландиялық түнгі клубта басталды. Сұлу Ди Девлин файтердің сүйіктісі болды. Ол Конорға сенуін тоқтатпады және ақша әкелмегенде де қолдады. Irish Mirror басылымына берген сұхбатында Конор әйелі сол кезде көп жұмыс істеуге тура келгенін, сондықтан қазір ол сүйікті әйеліне барлық физикалық және моральдық азаптың орнын толтыруға қуанышты екенін айтты. Макгрегор жеке табысын басқару үшін әйелін қойған. Спортшы сол себепті ол үнемі чек жинайды деп те әзілдейді. 2016 жылдың күзінде Конор мен Дидің сәби күтіп жүргені белгілі болды. Жаңалық файтерді қуантты. Отбасы мен балалары ол үшін жұлдызды мансаптан маңызды. Осы себептен ирландиялық 2017 жылдың мамырына дейін жекпе-жекке шықпауды ұйғарды. Олар ұлына Конор Джек Макгрегор деген ат қойды. 2019 жылы ерлі-зайыптылардың Крой атты қызы туылды. Ал бір жылдан кейін Конор сүйіктісіне оның әйелі болуын сұрап ресми ұсыныс жасады. 2021 жылдың мамырында баспасөзде файтер пен оның әйелінің Риан есімді ұлы туылғаны туралы жаңалықтар пайда болды. Ал 2023 жылы берген сұхбатында спортшы көп ұзамай 4-ші рет әке атанатыны туралы қуанышты жаңалығымен бөлісті. Конор Макгрегор қымбат сағаттарды жақсы көреді. Оның коллекциясында жетекші брендтердің ондаған бұйымдары бар. UFC-дегі үлкен төлемдердің арқасында ол оны гауһар тастармен және басқа да асыл тастармен толықтырады. Ең бастысы спортшыға Rolex бренді ұнайды. Мәскеуге сапары кезінде Конор Владимир Путинмен бірге суретке түскен. Әлеуметтік желіде жарияланған сурет қызу пікірталас тудырып, спортшы мен Хабиб арасындағы жанжалға алаңдаған жанкүйерлер арасында толығымен ашу-ыза тудырды. Хабибтің өзі жауап ретінде Ресей президентіне ұқсас адаммен постын жариялады. UFC-ге келгенге дейін спортшы кедейшілікте өмір сүрген. Оның негізгі табыс көзі $200 сәл астам жұмыссыздық бойынша жәрдемақы болды. Бұл жаңа бастаған файтерлер арасында жиі кездесетін жағдай. Бірақ олардың аз бөлігі коммерциялық табысты спортшылардың қатарына қосыла алады. Конор осындайлардың арасында.